Ассалаумағалейкум достар, арнаға қош келдіңіздер. Бүгін сіздер 15-те 14 көлемді үйдің сызбасымен танысатын боласыздар. Видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. Ал ендеше бастайық. Бізде бірінші кіреберіс, оның көлемі 3-те 2. Келесі бізде жуынатын бөлме, оның көлемі 3,20-да 3. Келесі бізде ас бөлмесі, оның көлемі 4,40-да 4. Келесі бізде холл, оның көлемі 9,60-да 4. Келесі бізде бірінші жатын бөлме, оның көлемі 4,40-да 4,20. Келесі бізде екінші жатын бөлме, оның көлемі 4,20-да 4,20. Келесі бізде екінші жатын бөлменің гардеробы, оның көлемі 2,30-да 2. Келесі бізде үшінші жатын бөлме, оның көлемі 4-те 4. Келесі бізде үшінші жатын бөлменің гардеробы, оның да көлемі 2,30-да 2. Және бізде соңғысы зал, оның көлемі 7,50-де 4. Сызбада қызылмен белгіленген қабырғалар, олар үйдің ішкі негізгі қабырғалары. Құрметті достар, қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосып, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, және де видеоны достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.